Амандық пен тыныштық болсын, қымбатты досым. Бүгін керемет күн. Бүгінгі күн ол Құдайдың күні. Неге дейсің ғой? Өйткені Құдай көк пен жерді өзіне жаратты. Жер бетіндегі біздер адамзат оны көріп дәріптеуге. Білесің бе, күнде мен азанда тұрған уақытта Құдайдың ұлылығын сеземін. Өйткені Құдай ол керемет құбылыс, оны басқаратын. Аумин. Және бүгінгі менің сөзім сен үшін, сені жігерлендіргім келеді. Сені Құдай ерекше сүйеді, ерекше қатты жақсы көреді. Және Құдайдың ерекше махаббаты сенің өмірінде. Бүгін мен Матай жазған ізгі хабар 16 тарау 24 аятпен бөліскім келеді. Бұдан кейін Иса шәкірттеріне мынаны айтты: маған еріп, шәкіртім болғысы келген әркім өз еркі бойынша өмір сүруін қойсын. Әр айқышын арқалаған кісідей азапты өлімге дайын болып, менің жолыммен жүрсін дейді. Аумин. Матай 16:24-те Иса шәкірттеріне ұлы өсиет, ұлы аманат тастайды. Сен мен Иса Масықтың шәкірттеріміз. Және Иса Масық бізге ұлы аманат тастады. Білесің бе қандай аманат? Ол айтады: маған ұқсап өмір сүріңдер дейді. Маған қараңдар дейді. Менің өсиеттерімді орындандар киелі кітаптағы дейді. Өзінің айқыш ағашынды дейді, арқалап жүр дейді. Айқыш ағаш деген не? Киелі кітапта қарасақ үңіліп, айқыш ағаш азапты өлім болған Исаның кезінде. Қазіргі біздің айқыш ағашымыз ол біздің Құдайға деген құлшылығымыз, Құдайға деген махаббатымыз, Құдайға деген сүйіспеншілігіміз. Білесің бе, қымбатты бауырым, сен мен масықшымыз. Біздер білуіміз керек. Біздер осы әлемде Иса Масықтың артынан ерген шәкірттеріміз. Оның сүйіспеншілігін, оның махаббатын, оның рахмын төгетін. Сүйіспеншілік деген не? Ол өзінің бауырына, қасындағы, өзінің ата-анана, өзінің отанына тұрып жатқан еліне сүйіспеншілік. Осы елде тұрып жатқан халыққа деген сүйіспеншілік, махаббат. Өйткені осы әлемдегі адамдар бізден кімді көру керек? Исаның сүйіспеншілігін, Исаның махаббатын. Біз қандай адам болса да, оларға Құдайдың кім екенін айтуымыз керек. Иса Масықтың осы әлемдегі адамдар бізді Исаның шәкірттері екенімізді, біздің тек қана сөздерімізбен емес, дұрыстап тыңдаңыздаршы мені, қымбатты бауырларым, Иса Масықтағы. Бізді осы әлемдегі Құдайды білмейтін, Иса Масықты білмейтін адамдар біздің тек қана сөздерімізбен емес, біздің істерімізбен, біздің көркем мінездерімізбен, біздің әдептілігімізбен Исаны кім екенін білу керек. Аумин. Иса Масықтың кім екенін білу керек. Киелі кітапта қарасақ, үңіліп оқысақ, Иса Масық өте сыпайылы болды. Өте керемет ұстаз болды. Оның артынан 5000 адамдар ілесті. Иса Масық өте қайырымды болды. Ол мұқтаж адамдарды тамақтандырды. Аш жалаңаштарға көмек берді. Ауырып жатқандарды саулықтырды. Ол елді аралап Құдайдың патшалығын айтты. Құдайдың сүйіспеншілігін, рахымын көрсетті. Енді біз, сені мен Исаның шәкірттері болсақ, өзіміздің жаман істерімізді тастауымыз керек. Реніш мінездерімізді, ғайбат сөздерімізді, көреалмаушылықты, тәкаппарлықты, жалған ақиқаттарды бұрмалауға тілдерімізге тыйым салуымыз керек. Керісінше не істеуіміз керек? Құдайдан сүйіспеншілік сұрауымыз керек. Қиналған адамға сүйіспеншілік көрсетуге. Елімізді жарылқап баталауға Қазақстан елін тұрып жатқан, осы елде тұрып жатқан әр адамға Құдайдың ақ батасын сұрауға. Қандай ма ұлт, нәсіл, өкіл болмасын, барлығын Құдайдың адам ретінде қабылдауға. Өйткені қандай ма адам болмасын, қандай ма нәсіл болмасын, қандай ма дінді ұстамасын, ол Құдайдың адамы. Құдай таңдап алған. Және Құдайдың ерекше сүйіспеншілігі мен махаббатына бөлінген.
Бүгін мен сенемін, сен сол адамсың. Және бүгінгі менің уағызым, қымбатты досым, саған айтқым келеді. Сенің өмірінде Құдайға деген ұқсас көркем, әдемі мінез болсын. Аумин. Өте сыпайылы бол. Және кішіпейіл бол. Тәкаппар болма. Өйткені Құдай тәкаппарларға қарсы кішіпейілдерге мейірімін төгеді. Әрқашанда мейірімді жан бол. Мен сенемін. Егер де сен сондай адам болсаң, Құдай саған қарыз болып қалмайды. Құдай сені әрқашанда жарылқап баталайды. Және өзін жарылқауын одан сайын сенің өміріне төге береді. Иса Масih атымен. Аумин.